5 жылдан кейін Алла қаласа кинотеатрға жетеміз деген мақсат қойдық. Енді азартник бітті. Келесі не? Мейлі айтайын, келесі проекттің атын. Мысалы, өзім актер болуға қатты қызықпағам. Амал жоқ ойнадым, негізі. Мен ставка тікпеймін, дәл қазіргі уақытта. Бұрын тіккенмін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл Ғабит KZ деген YouTube канал. Бұл жерде сіздерге әртүрлі бағыттағы қазақ тілінде пайдалы видеолар ұсынғым келеді. Алдағы уақытта видеолар жібере алмас үшін каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, колокольчик басып, бізді қолдап кетіңіздер. Енді бүгін менің жанымда Азартник деген көрермендердің көңілінен шығып жатқан сериалдың авторы, өзі жайдарманшы, сол сериалдың сценаристі, актері Нұрсұлтан Мейірбек. Қош келдіңіз, бауырым. Қалайсың, жалпы жағдай жақсы ма? Жақсы. 15 серия финал деп шығарып, сериал бітіп жатыр. Аман-есен бітіріп алғаны құтты болсын. Алла шүкір, әйтеуір өйтіп бітіріп алдық, аман-есен. Сонымен енді Құдай қаласа новый проект кешен демалып жатырық. Новый проект дейсің ғой, ол туралы айтамыз қазір. Енді Интермедиа деген YouTube каналдан шығып шықты. Енді ол не үшін, жалпы бұл Интермедиа деген не ол, не үшін аштың? Кино түсірем деген ой қақтан келді басыңа? Бұған дейін соған қатысты бір нәрсемен айналыстың ба? Жалпы не үшін ол қалай ашылды? Қандай ойдан кейін ашылды? Жалпы негізі өзім сценаристпін негізі. Сценарий жазып жүретін осы уақытқа дейін. Бірақ бір нәрсені түсіндім, ол сценарист тек проект біткенше сен ойбай сценарист болып жүресің. Проект біткен соң ешкімге керек болмай қаласың. Сондықтан өзіміздің дүниені жасайық деп шештім. Риск болды шамалы енді. Сөйтіп бастап кеттік әйтеуір. Канал жайлы көп сұрайды, не үшін Интермедиа деп. Интермедиа, не үшін Интермедиа деп сұрайды. Біріншіден Интермедиа деген ол қысқа нұсқа, бірақ андай басы бар, аяғы бар көрініс деп аталынады. Негізі көпшілік публика білетін нәрсе. Одан бөлек Интер деген менің сүйікті командам. Футболдан. Сериядағы мен Интердің жанкүйерімін. Кино түсіру сол ойға келген нәрсе, сол жәлдегі нәрседен пайда болды. Сценарист болып жүрген кезде шекеге тиді, короче. Мен мысалы өзім актер болуға қатты қызықпағам. Амал жоқ ойнадым, негізі. Негізі басқа бір адамдарды ойнадым деп шештім. Ақша сұрайтын болып қалды ол жердегі де бір-екеуі. Кімді ойнатам дедің? Азартниктегі Нұрсұлтан рөлін кімді ойладың басында? Бір мықты актерді ойладым, негізі. Айтпай ақ қойшы, керек емес сияқты. Мықты актер ол, ақша сұрайтын бетон. Ди Каприо да, Ди Каприо. Сөйтіп өзім ойнай салайшы. Білем ғой деп. Қалай болады екен деп. Ол біздің ойымызша сәтті шықты. Басында сценарий жазып жүрдім деп жатсың. Енді өзім үшін жазайын деп шештің. Енді Интермедианы сол мақсатта аштың. Бірінші кино Азартник деген фильм. Яғни жаңа букмекерге ақша тігетін, карта ойнайтын жігіттер туралы ғой. Енді бұл киноның идеясы саған не үшін келді? Өзің, может, басыңнан өтті ма? Ана каналға жазып қойғансың ғой, елдегі проблемаларды сериал арқылы жеткіземін деп. Енді не үшін именно осы тақырыпты идеяны таңдадың, не үшін басыңа келді? Жалпы бұл азарт туралы 3 жыл бұрын пайда болған идея менде. Сол азарт туралы сол 3 жыл бұрын пайда болған нәрсе, бірақ қазіргі мәселе болып тұр ғой енді. Қатты қарқын алып кетті қазір. Азартқа кіріп кеткендер өте көбейіп кеткен, ашық түрде рекламалайды, неше түрлі жұлдыздар рекламалайды, неше түрлі блогерлер рекламалайды. Типа осындай белең алып кетті ғой. Спонсор болып жатыр ол нәрселер. Бірақ ол 3 жыл бұрын болған, менде мида пайда болған проект, бірақ биыл іске асты, Аллаға шүкір әйтеуір. Енді мына киноның мысалы идеясы маған ұнап жатыр да. Қанша мана комментарийлерде астында мәссаған, мынау менің өмірім ғой тура. Осындай болып жатыр, осындай танысым бар деген сияқты нәрселер. Қаншама кәдімгі көп адам даже айтпағанымен өздерінің өмірлерінде болып жатқан нәрсе. Өте осындай өзекті тақырыпта түсіріліп жатқан кино. Енді бір 400 мыңға жуық көрермені бар мысалға дәл қазірде. Енді алдағы уақытта тағы көре береді ғой. Бірақ сол кейбір мүлдем идеясы жоқ кинолар бар YouTube'та көріп жүрміз да. Сенің жаңа түсіріп жатқан киноңа қарағанда 10 есе, 5 есе артық көрермені бар. Адамдар не үшін сондай нәрселерді көп көреді да? Неге осыны көрмейді мысалға? Енді ол әркімнің өзіне адамдарға байланысты. Негізі ол лицоға да байланысты ойлаймын. Мысалға біз
ешқандай жерде ешкім танымайды, бірден шығып кеттік қой енді осы сериалды бастап. Бізде Ғани деген жігіт, Джоннидің рөлін ойнайтын. Арамызда танымал жігіт сол. КВНде былай да былай түсіп жүрген, проекттерге түсіп жүрген бала сол болатын. И бізді ойлады басында Алматыда түсіріліп жатқан проект мынау деп. Шымкентте көріп қалса таңғалып, сіздер Шымкенттіңіздер ме дейді, бірақ ешкім танымайды бұл жағынан. Сондай болды. Бірақ ол басқалардың көру себебі сол Люц ойнап кететін сияқты көп жерде. Бір адам ойнап жатса, соның танымал адам ойнаса көреді. Ал былай сол ғой, лицо керек сияқты бірінші очередь. Енді тфай-тфай, қазір 400 мың көрерменіміз бар ма? Енді бастап 3 ай болды ғой, енді бастағанымыз. Алла қаласа, бір 2-3 жылдың көлемінде уже біразға барып қалатын шығармыз. Мен мәселем, мен сценарист, өзімді сценарист ретінде алсам, менің стилім сол бір проблемадан қысып ұстап аламын. Қатты қысып жібермей ұстап аламын. Содан зардап шеккендер жинала береді жанына жайлап, мынау осы жиза, мынау жиза ғой дейді. Бізде ең қатты таралған серияны айтайын ба? Байтал сатып жүрген жерім мен. Ол өмірде болған историялар, оның бәрі жақын туысымның сатып жүрген кезі болған. Мен емес енді. Бәрі айтады маған, сен ставка ойнайсың, тігесің. Сразу айтып кетші осыны. Мен ставка тікпеймін дәл қазіргі уақытта. Бұрын тіккенмін. Қанша ең көп, қанша теңге? Көп қатты кірмегем. 1-2 мың теңгелеп ойнағам. Көтеріп алып өзіңкін ұрып бұрын кезінде студент кезінде ойнадық. Былай 100 мыңға ондайға қатты бармағам. Бірақ мен жақын туыстарым, бауырларым зардап шегеді. Қатты. Класстастарым болсын, жолдастарым болсын, группаластарым болсын, әр жерден 1-2 бар қатты зардап шегеді. Қатты кіріп кеткен. Сондықтан бұл кішігірім болса да күрестік деп ойлаймыз біз. Интермедиа ұжымы әйтеуір жай-жай болса да қойыңдар деген сияқты. Чем адамға айтасың ғой сен ставщиксің, қой деп айтсаң ол жаман қабылдайды да. Оған көрсету керек те өзін. Біздің сериалда болып жатқан нәрселердің бәрі жиза. Өмірде болады. Өмірде болып жатқан нәрселер. Сондықтан деп ойлаймын, халыққа тез жеткен, көрерменге тез жеткен. Сіздерді жақсы көреміз. Енді мысалға да енді азарт туралы жақсы жеткізіп жатсыңдар. Бірақтан мысалға өмірде боқтап сөйлейтін адамдар бар. Боқтамай сөйлейтінде қаншама адамдар бар ғой. Сендер кинода енді боқтық сөзбен жеткізіп жатсыңдар. Бір-екі жерлерінде, моменттерде. Енді мысалға оның өзі үйреншікті жағдай болып бара жатыр да бізге. Бұрын боқтап жатса кинода деп сөйтетін. Қазір уже ол спокойно болып қалды да. Мынандай нәрсе ғой, просто біздегі тема ал азартта ставка, яғни ставка дегенде бұл жерде адамның нәпсісі ойнайтын жер ғой енді бұл. Ал адам эмоциямен отқан кезде қап әттеген-ай, қырсық-ай деп отсаң, ол сәл көрерменге тез жетпейді ол нәрсе. Ал мысалға боқтық сөзді пайдаланғанда біз артық кетпейміз, яғни шешеден или басқадан деген сияқты. Сол моментте пайдаланамыз и тыдың деген звукты қолданамыз біз барынша. Болды. Көреміз ғой. Мына 15-ші серия финал деп жатырмыз ғой. Сол жерде соңғы стак болған екенсің. Мына хат жаздым президентке деп ше. Президент мырза қаншама адам балалар осы уақытын осымен өткізіп жатыр. Жабылуына үлес қосыңыз деп. Енді тура осы әңгімені сенен де басқа біраз ел ағалары айтатын жерде айтып жүр, негізі жетпей жатқан жоқ емес, жетіп жатыр ғой. Енді осы туралы не айтасың? Енді мен білмеймін қазірше, ол жақта өзім ол жерде қызмет етпеген екен, жетіп жатыр ма, жетіп жатыр. Мен главный өзім ойымды жеткіздім деп ойлаймын. Білмеймін, мен өзім ойымды ашық жеткіздім, еш нәрседен қорыққан жоқпын әйтеуір. Ешкім санатқан жоқ па енді? Бөтен өмірлер бар, естіше десек. Звонода, серьезно? Серьезно, сондай болды бүгін. Көп бөтен өмірлер звонады, бірақ алмадым. Егер хабарласып келеді дей жатыр үшін мен өзімдікін қоя аламын деп ойлаймын, өйткені мен дұрыс жағынан артық еш нәрсе жоқ. Барлық текст ровно жаздым. Ойымды білдірдім Қазақстанның азаматы ретінде, жыр ретінде. Актерларға байланысты да. Жаңа біз сұхбатта айттық қой, өзім ойнамақ қойсам деген айттың, ол жазылды. Енді сен актерларды, қасындағы актерларды қалай таңдадың, несіне қарап таңдадың, кімдер олар, партнерлармен қалай болды, ең өзіңе ыңғайлы, мынамен ойнасам күшті пас беріп. Ясна сияқты көрермендерге де бәріне Джоннимен ойнау, Джоннимен ойнасаң кәдімгі Ғани екеуміз бет алты ойнап кете беретінбіз. Тарс тоқтамай ыңғайлы. Бір дубль, екі дубльмен бітіріп тастайтынбыз. Марс деген жігіт менің досым, бауырым. Ол да осы КВНшік жігіт негізінде. Осы идеясы да жақсы бала, өзі екеуміз басында сөйлесіп жүреміз. Көп мотивация берген жігіт сол болды. Бастап кетпесең араласпай қойық деді, короче. Аяқ асты бастайтын болдық. Ғаниға хабарластық. Негізі басында мен 2 жыл бұрын оған айтқан кезде Ғаниді айтқам. Ғани түсіргім келеді, осы жерге екеуміз түскіміз келеді деп ше басында.
сөйтіп бұл қатты ойламадық ол кезде енді кейін реализацияға өткен кезде енді барлығы простой балалар, осы салада жүрген балалар, главное білет кімнің ненің не екенін барлығын орнын білетін балалар, простой кәдімгі өзіміз сияқты балалар сезінеді, главное түсінеді, жеткізуге тырысады. Мен барлығына ризамын өз басым. Барлығын атап айтып берсеңіз, атап айтып бере аламын. Ол жігітті айтуға болады мысалға. Өте мықты жігіт. Ол жігіт өте жігіт. Жаңағы бандит болып. Иә. Бүгайдың өзі екі-ақ сахнасы болса, екі-ақ сериясы болса да бір қатты танылу не болып кетті, сөздер хит болып кетті. Мико өнім бар, өте мықты жігіт ол да. Мико. Бездім сізден дейтін. Дәукіштің өзінің бір образы бар, халықтың жақсы көреді, көрермен жақсы көреді. Қыздардың өзінің. Қыздарды қалай таңдадың? Кастинг қалай жүрді? Осы жерде айта кетіп қызық жағдай бар, короче. Басында бастап кетемін деймін, Ақтаудан келгенмін өзім. Кино түсіріп бір-екі шамалы соқта жұмыс істеп келген кезде история салам. Бір қыз жасады. Сенің бейнең деген қыз. Әлия деген қыз ғой енді басында ғашық болатын қызы. Сол жазады. Мен де болды деп келсеміз тұр әлбетте барлығы келіп тұр жаңағы. Сөйтіп білмеймін, бірақ күйеуі бар екенін ол кезде. Күйеуі бар ма екен? Күйеуі бар, білмеймін. Сөйтіп енді ыңғайсыз ғой кейін жолыққан кезде айтып отыр, күйеуім бар дейді. Опа, онда күйеуіңе звондайық қазір. Софимен таныстық сол кезде. Софи деген өте мықты композитор жігіт. Біздің бүкіл музыканың бәрін жазатын сол жігіт. Жаңағы актрисаның күйеуі, музыкант болып шықты ма? Қатты дос болып кетті. И Софиге риза болған, отказ жоқ кісі ғой. Мына музыка керек десең, сол музыканы тырс реттеп береді, әдемілеп жазып береді. Бірден екі бақ болып келді ғой, бір жағы актриса келді, бір жағы композитор келді, бізді арамызда араласатын бауыр болып кетті, қатты жақын араласып кетті. И сол кездегі бір жағынан Әлияның жайлығы Майра ғой енді шын есімі. Майраның андай несінде тапқырлығына да риза болдым да. Отказ қыла алмайтындай қойды да сол кезде. Басында күйеуі бар десе, басқа бір өздік кетесің ғой, ыңғайсызданасың. Бірақ кейін Софиямен сөйлестік. София да осы творчествода жүрген адам, барлығын түсінді, қолдады и поддержка берді. Одан кейінгі Ырысты деген мен оқушым, кішкентай қыз 2006 жылғы. Одан кейін Нұрдана деген қыз келді, Маржан болып, Джонидің партнері, Ғанидың партнері. Ол қыз да жақсы, бізге біткен қыздардың бәрі жақсы. Енді мынау ютубта рекламалар, ютуб несі, жалпы шығын қалай болды серияға? Жалпы ақша жағы қалай болды деп отқаным ғой, қаяқтан алдың ақшаны? Шығындап отырдым негізі. Басында бастайтын кезде қатты көкіректе бір нәрсе пайда болды, андай ыза дейді ғой. Сөйтіп процент алып бастап кеттім әңгіменің ашық. 2-3 серияға. Рас процент ақша алдым, бастап кеттім. Сөйтіп басталды и өзім жұмыс жасаймын ғой. Ақша түседі, жұмыстан түскен ақшаны ана жаққа қоямын, яқтан мына жаққа қоямын әйтеуір. Сөйтіп басында қатты шығындалып қалдым енді. Түсіне алмай қалдық басында. 2 күн съемка жасаған кезде қатты көзге көрінбейтін шығындар өте көп болады негізі. Оператор бар, басқа бар, негізі олардан бөлек көзге көрінбейтін шығындар өте көп болады. Жүріп тұрсың, тамағың, ары бері деген сияқты. И 2 сериядан кейін уже главный просмотр аз болса да, көріп отқан адамдардың дұрыс пікірі, қатты мотивация беріп тоқтамадық, тоқтауға. Басында аз адам көрді, Аз адам көрді, өте аз адам көрді. Сөйтіп тоқтамауға тырыстық, Аллаға шүкір, кейін рекламаға іліндік, рекламада ол екен. Жарық алдық әйтеуір. Свет алдыңдар. Свет алдық. Бірақ енді былай есептесең, әлі де мен салған нәрсем көп болып тұрды, чем пайданың әлі. Бірақ ол пайдаға деп кетіп қалмаймыз, болашаққа жұмыс істейміз. Енді азартник бітті. Келесі не? Келесі қандай идея, эксклюзивный? Қашан шығады ма? Қашан шығады? Ертең? Ертең шығады. Мейлі айтайын, келесі проекттің атын. Дайын ба уже идеясы? Иә, синопсисі бәрі дайын. Айтсам, ол 1-2 аптадан кейін шықса. Енді келесі проект семейный болады. Ол да проблема. Проблема болмаса түсірудің қажеті жоқ қой? Проблема. Бір жерден қысамыз, тағы да жиналады деп ойлаймын. Мен бұл жол қыздар да көп көретін сияқты оны. Себебі семейный тема. Атын айтпай ақ қойын әлі айтайын. Айта салшы. В общем, проекттің аты Күйе. Күйе деген проект күтіңіздер. Күйе 1-ші серия күтіңіздер. Отбасылық дедің. Қандай проблема сонда енді? Күйе деген түсініп тұрған шығарсыз деп ойлаймын негізі. Қыздар да көреді деп жатсың ғой. Күйеу деген сөзден шыққан негізі. Күйеу ғой негізі. Күйеу бала жайлы. Күтіңіздер, в общем. Қызық болады ол да. Өзіме ұнап жатыр негізі сол проект. Спонсор іздеп жатырмын қазір, бірақ спонсор жоқ болса күтпеймін мен.
просто спонсор жоқ болса сәл арзанырақ түсіріп қоясың да. Локацияларың арзандау болады, бір киімдерің арзан. Бірақ ана спонсор болса өзің ойлаған нәрсең шықса ол. Енді бұл проектке қанша теңге керек саған конкретно? Қолдайын деп отырсың марқабат. Бірақ бір жағынан мен қазір ешкімге ақша бермеймін ғой интермедиарда. Ешкімге әлі ақша беріп отқан жоқпын, әйтеуір съемканы көтеремін полный, жүріп тұрыс, тамақ, сонымен ақ болып тұр да қазір. Негізі қалайсың ғой енді? Өзің қасыңда балдар ақша алып жүрсе, операторың ақша алып жүрсе, анау ақша алып жүрсе, светің ақша алып жүрсе, ұстағанына кайф қой негізі. Күйеу деді ма? Күйеу, Күйе ғой, күйе. Негізі проекттің аты күйе. Түбірі күйеу. Олды. Міне біліп алдық, келесі проект күйе. Қойда. Семейный. Бұл да енді көрменің көңіліне шыға берсін деп тілейміз. Алла қаласа ұнайды деп ойлаймын. Себебі қатты кірісіп жазып жатырмын мен осынша. Кеше жазып бастап қойғам. Сериал шығарған соң демалдым, енді бүгін кірісіп. Ұсыныс қой енді біздің көрермендердің, менің атымнан. Енді бұл келесі проект болғаннан кейін бір азартный екінші сезон сияқты болып қалмасыншы деп ойлаймын да. Өйткені сәл мысалға сені жаңағындай бейнеңде адамдар көрді. Жаңа қасындағы жігіттерді айтып отырсың ғой. Дәулет, Джони, оларды көрді. Енді о балалар түсетін болса, басқа образбен күшті қылып образ шығарып, басқаша кәдімгі басқа проект екенін сезінетіндей қылып жасасаң ғой деп ойлаймын да. Өйткені көп кинолардан көрген кезде уже тура сол штамп қайталанып уже көргім келмейді да оны. Бір нәрседен сол балаларға айтатыным сол ғой. Бір нәрседе қалып кетпекші жігіттер. Басқа образдарда көрейік өзімізді. Мен мысалы осы азартыңды өзімді қатты сынап тастадым ше. Жылап та көрдім, күліп те көрдім, әзілдеп те көрдім, қайғырып та көрдім. Өзімде қатты біріншіге андай кәдімгі қатты сыналатын жер болды да, өзімді әтеге сынап көрдім ше. Жеткізе аламын ба, жеткізе алмаймын ба. Ең қатты қорыққан сериям 15-ші серия. Жазып атқан кезде уайымдадым. Негізі основной бірінші мен сахналарымды түсіріп тастайды. Сосын мен басқалардың сахнасында жүремін өзім. Бұл жол керісінше болды. Басқалардікін түсіріп тастадық. Уайымда өзің сахнадан қалай шығады. Соның өзінде звуктан бір-екі жерде жіберіп қойды. Енді технически мақұл енді ол түзеледі ғой. Адами нелер түзелмеуі мүмкін да, солар енді Құдай қаласа келесі проекттерде бұл жолда әдемі шықты негізі. Ана уайымдап жатырмын, қалай шықты деп айтып отырсың ғой жаңа. Жақсы ғой. Құдай қаласа алдағыда да жақсы шыға берсін дей отырып, тағы бір сұрақ қоя кетейін деп отырмын да енді. Осы жерде өзіңе бір ең өтімді болған, кәдімгі ұнап, осыны ұялмай, смело көрсететін бір сахна немесе серияң бар ма? Енді 15-ші серияны уайымдадым деп отырсың ғой. Міне мынаны қараңдаршы, мен қандай күштістерге деп өзім ұнайтын, прям мақтанатын. Мен мысалы 15 серия шығарсаң, режиссердің ауыры ғой. Режиссерға ұнамайды да көп нәрсе. Мысалы мен өзіме 3-ақ серия ұнаған. Ол 3-ші серия ма сондай? 3, жоқ 4-ші серия. 4. Әлия қашып кеткен кезде, Әлияны қашып кеткен кезде. Бірақ ол просмотр аз болып қалды. И 10 серия өзіме ұнаған. И 12 ұнады. Осы 3 серия қатты ұнаған өзіме. Түсірілімі барлығы көңілден шығып, болды мынау жақсы ұнайды деп ойладым. Ал басқа сериялардан қорыққан барлығынан. Қорқынышпен жүресің ғой енді, қалай болады дегенде басында 1-2 сағат реакция көресің, нормально болса демаласың ары қарай ұйықтап. Оған дейін нормально болмаса, уайымдай бастайсың. Болды брат. Мен енді өзім примерно сұрайтындарым осы да. Өзің не айтқың келеді жалпы? Сериал туралы айтылмай қалған, мынаны айтсам ғой халыққа деп. Сондай бір ойың болса айтсаң болады. Сол главный көрермендер түсінді деп ойлаймын. Ставканы барынша көрсетуге тырыстық. Ставканың дұрыс емес екенін. Охо, не қарап сөйлейік. Техник жігіттер өтінішін дұрыстап жіберіңіздер. Зәреттеліп қалды ма? Зәреттеліп қалды ғой, значит. Пісіреміз, айта бер. Өзім айтқым келетін нәрсе барынша көрсеттік деп ойлаймын. Азарттың дұрыс емес, ставканың дұрыс емес жағын жеткізе алдық деп ойлаймын. Барынша өзімізді көріп отырған адамдарға. Көрмегендер болса көріп шығыңыздар. Біздің бар мақсатымыз дұрыс емес жағын көрсету. Мысалға нәпсіге жеңіліп рекламаға түскен кезде қатты нәпсіге жеңіліп қалатындай жағдай болған жоқ менде. Шыны керек та. Ол ойланып қалатындай жағдай болмады. 10 минутта кері қайтардым. Себебі мен өзім жақындарым зардап шегіп жүрген нәрсеге мен реклама жасай алмаймын. Дұрыс емес жағынан көрсетемін деп шештім. И барынша тырыстық деп ойлаймын. Қолдау білдіріп, бізге шабыт бергендеріңіз үшін рахмет. Біз әлі Құдай қаласа өте сіздерді риза қылуға тырысамыз. Осыған еңбектенеміз. 5 жылдан кейін Нұрсұлтан. 5 жылдан кейінгі Нұрсұлтан өз алдына мақсат қойды. Нұрик
Мейірбеков. 5 жылдан кейін Алла қаласа кинотеатрға жетеміз деген мақсат қойдық. Алла қаласа. Кинотеатрдан толық метражды фильм болады дейді. Енді біраз нәрсе айтылды. Рахмет. Осы айтылған бәрі іске аса берсін. Құрметті көрермен, осымен тәмам. Менің де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қолдап қазақ тілінде бір қызықты әртүрлі уақытта видеолар ұсынатын боламын. Рахмет. Қолдаңыздар. Қазақ қолдамаса кім қолдайды? Барынша қолдау білдірсеңіздер, адам шабыт ашыла береді ғой. Мысалға, сенің де сондай ғой. Мысалға, бір адам қолдаса, мен бір нәрсені айта кетейін. Мысалға, сериалға ақша таппай қиналып жүресің ғой кейде. Рекламаның ақшасы түспей қиналып жүресің, қай жақтан табамын деп қиналып жүрген кезде көшеден сені біреу көреді де, брат, жақсы шығып жатыр, тоқтамаңдар деген сөз ананы ұмыттырып жүреді. Сол сияқты сіздер мотивация беруден шаршамаңыздар, адам соған қарай еңбектене береді. Бастысы құтырып кетпеу керек та, звездовать етіп. Ең жаман нәрсе сол ғой. Соны не істеп құтырып кететіндер көбейіп кетеді. Халық мотивация беріп, шабыт беріп жатса, тек еңбектену керек та ол жерде. Сол кезде ғана олар да риза, сіз де риза болып жақсы өмір сүруге болады. Рахмет. Сәттілік Нұреге. Жақсы дүниелер шыға берсін. Рахмет сізге де шақырғаныңызға. Так, Сергей, жинаған бәрін десе. Сережа,